Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз ит майының адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін айтатын боламыз. Видео басталмастан бұрын лайк басып, каналға жазылыңыз. Иттің майы кей дертке шипа болатыны туралы ел ішінде аз айтылмайды. Әсіресе ол жел-құздан туындайтын ауруларға, туберкулезге ем болады деседі. Бұл қаншалықты рас екенін білесіз бе? Ит майы халық медицинасында кеңінен қолданылады. Оның құрамындағы қанықпаған майлы қышқылдар ағзаға өте пайдалы екен. Олар ағзада жаңа жасушалар, фосфолипидтер байланыстырушы тіндер түзілуіне әсер етеді екен. Сондай-ақ жүрек және қан тамыры дерттерінен туындайтын зиянды холестериннен арылуына жол береді. Емшілер өз тәжірибесінде оның борсықтың аюдың майынан кем түспейтініне көз жеткізіпті. Әсіресе тыныс жолдары ауруларын емдеуде маңызы зор екен. Иттің майын сықпа май ретінде де, сондай-ақ ішіп те қолдануға болады. Тек оны жылытып пайдалану керек. Емшілер оны профилактикалық мақсатта күніне 2 мәрте тамақ арасында бір ас қасықтан аздап бал қосып ішіп тұруға кеңес береді. Сондай-ақ ол сергектік сыйлайды, ағзаның қорғаныс қуатын арттырады дейді. Профилактикалық курс 1 ай арасында 3 ай үзіліс жасаған дұрыс. Өкпеге де дауа екен. Халық медицинасында ит майын туберкулез бен өкпенің қабынуына, пневмонияға қарсы қолдану тәртібі мынандай. Туберкулез кезінде ит майын қолдануды жылдан бастау керек. Кешіккен сайын әсері әлсіз болады. Дегенмен оны өз бетімен емес, емдеуші дәрігермен кеңесе отырып қолданған дұрыс. Ит майында бактерицидтік қасиет бар. Ол туберкулез таяқшаларын өлтіреді. Қолдану үшін ыдыстағы ит майын алдымен су моншасында жылытып алу керек. Сосын күніне 2-3 мәрте тамақтан 1 сағат бұрын бір ас қасықтан ішіп тұру қажет. Тез сіңірілуі үшін оған бал немесе кәрі алояның жапырақ шырынын қосқан дұрыс. Пневмония ит майы өкпе қабынуы кезінде берілетін дәрілердің күшін де арттырады. Қажетті дәрімек былай жасалады. 5 лимонды ағын суда тазалап, жуып, ет тартқыштан өткізеді. 2 литрлік шыны ыдысқа құйып алады, сосын оған 5 жұмыртқаны жаңасын жарып араластырады да суық жерде 3 күн сақтайды. Содан кейін үстіне аздап жылытылған 200 грамм ит майын, 1 литр сұйық бал, 1 стакан коньяк қосады. Әбден араластырып суық жерде сақтайды. Бұл дәрмекті таңертең және кешке ұйқыға жатарда тамақтан 1-2 сағат бұрын немесе кейін 2 ас қасықтан ішіп тұру керек. Ағзада тасы барлар абайласын. Ит майын бүйрегінде, әсіресе өтінде тасы бар ауруы қосып тұрған адамдардың ішуіне болмайды. Сондай-ақ иттің майы жүкті, емізулі баласы бар әйелдердің 12 жасқа дейінгі балалардың ішпегені дұрыс. Қысқасы, иттің майы жұрттың бәріне барлық кезде ем болады деп айту қате екен. Сондықтан оны қолданғысы келетін адам иттің майын емдік мақсатта пайдалануға келсек, ханафи мазхабында жеуге тыйым салынған. Жануарлардың еті және тағы басқа нәрселермен емделуге болмайды. Сол үшін ғалымдар адал әрі таза дәрі табылмаған жағдайда ғана дәрігер иттің майын жағуға кеңес берсе, оған рұқсат берген. Сондықтан әділ әрі сенімді мұсылман дәрігер аурудың жалғыз емі иттің майын жағу және оның еш зияны жоқ деген қорытынды жасаған жағдайда, әрі оның орнын басатын халал дәрі табылмаса, онда оны емдік мақсатта қолдануға болады. Құрметті көрермен, егер де сізге біздің видеомыз пайдалырақ болса, бізге лайк басып, каналға тіркеліңіз. Біз сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз.